Армысыздар, құрметті оқырмандар. Егер сіз көлікті жүргізуді енді бастап жүрген болсаңыз, немесе енді бастайын деп жүрген болсаңыз, онда сізге менің қазір айтып өтетін кеңестерім үлкен көмегін тигізеді. Алда сіз сауатты, білікті жүргізуші болып кетуіңізге үлкен септігін тигізеді. Сондықтан осы мен айтқан кеңестерді қазір жазып алыңыз. Бірінші кеңес: сіз көлікке отырмас бұрын көлігіңіздің айналасын бір қарап шығасыз. Яғни көлігіңізде бір қандай да бір дефект, ақау жоқ екеніне көз жеткізесіз. Мысалы, егер сіздің дөңгелегіңіздің желі шығып кеткен болса, немесе өте аз болып кеткен болса қысымы, онда сіз сол дөңгелекпен жолға шығып кететін болсаңыз, сізге оның үлкен зияны тиеді. Сол себептен бір қарап өту керек. Сосын егер барлығы дұрыс болса, онда көлігіңізге отыруға болады. Көлікке отырғаннан кейін сіз отырған орындығыңызды, айналарды өзіңізге ыңғайлы етіп орналастырасыз. Мысалы, сізге дейін көлікті басқа біреу айдаса, сол адам өзіне ыңғайластырып алады оны. Сол себептен сіз сол кезде, өзіңізге отырған кезде, орындықты, айналарды, артқы көріністің айнасын, мына қапталдың көріністің айнасын өзіңізге ыңғайлы етіп орналастырып аласыз. Өзіңізге барлығы анық көрініп тұру керек. Содан кейін барып, көлігіңізді оталдырып, қыздырып, яғни көлікті қыздыру ол оталдыру, көлікті қыздырасыз да, сосын фарды жағасыз, ременді тағасыз, белдікті тағасыз. Міне, көлікке отырған кезде сиденьені дұрыстадыңыз, айналарды дұрыстадыңыз, көлікті оталдырғаннан кейін фарды жақтыңыз, сосын мына белдігіңізді тақтыңыз. Міне, осыны өзіңізге әдетке айналдырып алуыңыз керек. Мына миыңыз сіздің осыны білу керек. Көлікке отырма, бірден белдікті тағу, фарды жағу, көлік оталған кезде. Түсіндіңіз ба? Осыны жасасаңыз, сізге мысалы кейде ұмытып кетесіз белдікті тағуды, немесе фарды жағуды ұмытып кетесіз. Ол сізді жолда алаңдатады. Яғни сіз жолда алаңсыз көлікті жүргізіп келе жатқан кезде белдік жоқ болып қалса, сіз сол жерде қобалжып, сенімсіз жүргізуші болып шыға келесіз. Ол сізге үлкен теріс әсерін береді. Ана ремен есіңізге түсіп кеткен кезде, мысалы, сіздің жан-жағыңызда көлік көп, сіз сасып сол жерде не істеріңізді білмей қаласыз. Міне, осының салдары үлкен. Міне, осының теріс салдары өте үлкен. Одан кейін сіз мына бір жерге баратын болсаңыз, үйден шығып, мысалы, жұмысқа, немесе үйден шығып балабақша, дүкен, кез келген жерге баратын болсаңыз, бастапқы уақытта сізге сол баратын жеріңіздің мына жүріп өтетін жолды бір өзіңіздің басыңызда бір айналдырып аласыз. Қазір мен былай жүрем деп. Сосын мына көлікті сәндейтін сәндік құралдарын бастапқы кезде мүлдем қолданбай тұра тұрған дұрыс. Себебі мына айнаға іліп қоятын бір ілгіштер, бүйтіп панельге қойып қоятын бір заттар көп сондай сәндейтін, ол сіздің обзорыңызды жабады. Сізді ол шамадан тыс алаңдатады. Ал сізге бастапқы уақытта мүлдем алаңдауға болмайды. Қасыңызда адамдарды жинап алып, әңгімеге беріліп кететін болсаңыз, сіз өте қауіпті жүргізуші боласыз. Өзіңіз үшін де, басқалар үшін де. Сол себепті қасыңызда отырған адамдарға да мұқият болыңыз. Сіз әңгімеге беріліп кетіп, мына байқамай жол белгісінен өтіп кетіп, немесе бағдаршамнан өтіп кетіп, немесе жаяу жүргіншіні өткізбей, басқа жүргізушінің басымдылығы болса да оны өткізбей, сондай бір жағдайлар болып қалуы мүмкін. Сіз байқамай қалуыңыз мүмкін. Сол себептен бастапқы уақытта сіз телефонға алаңдамауыңыз керек, әңгімеге алаңдамауыңыз керек. Бастапқы уақытта қасыңызға мүлдем адам алмасаңыз да болады. 1-2 ай солай жүріп үйренсеңіз болады. Немесе егер алсаңыз да жаңағындай көп әңгімеге беріліп кетпейтін адамдарды алып, және сізге қатты сенімсіздік білдірмейтін адамдарды алып жүруге болады. Содан кейін сіз мына жүрген кезде үйренуіңіз керек қой, енді көбірек практика керек сізге. Оны үйрену үшін көлік аз кезде, яғни таңғы уақытта, мысалы демалыс күндері жолда көлік аз болады, таңғы уақытта көлік аз болады, өте ерте уақыттарда. Бірақ жарық кезде, сіз сондай кезде жолға шығып, өзіңіз музыканы қосып қойып, көбірек практикаға етіп, көбірек жолдармен жүріп үйренсеңіз болады. Көлік аз кезде сондай жолдарды тауып. Түсіндіңіз ба? Сол сізге күшті әсерін береді. Сөйтіп жақсы қолыңызда, барлығы бойыңызда үйреніп, көлікті жақсы жүргізетін боласыз, және сіз тұрып жатқан қаланың жолдарын зерттейсіз солайынан. Көлік жоқ, көлік аз кезде солайынан жүріп, жолдардың барлығын біліп, үйреніп, жолдарға көзіңіз үйренеді. Осылай сіз
сауатты білікті жүргізуші болуға осылай қадам-қадаммен, дұрыс қадаммен алға қарай жылжисыз. Көлікпен жолда жүрген кезде басқа жүргізушілерге міне мен саған қазір дәлелдеймін, мен саған қазір көрсетемін деген ондай ерегісу, ондай ашулану, ызаға берілу болмау керек. Басқа жүргізушілер сізге балағат сөз айтуы мүмкін, немесе сізді қысып жіберіп кесіп өтуі мүмкін алдыңыздан. Бірақ сол кезде сіз эмоцияға беріліп, мен саған көрсетемін қазір деп барып онымен соқтығысып жүрудің қажеті жоқ. Ол көлігіңіз зақым келеді, ол жүргізушінің көлігі зақым келеді. Ол жерде ешкім пайда таппайды. Ол жерде мына СТО-дағылар пайда табады, плюс табады. Енді қараңыз, мына сондай видеолар жолда көп. Бір жүргізуші қазір мен саған көрсетемін деп екі жүргізуші осылайынан жаймен келе жатып осылай бір-біріне жол бермей просто соқтығыса салады тікетіп. Сол жерде олар уақытын жоғалтады, жүйкесін құртады. Сол кімге керек мысалы? Кім не дәлелдеді? Ондай жолда жүрген кезде сізге де басқа жүргізушіге де қажет жоқ. Жолда тыныш, өзіңіз мына қай жерден шықтыңыз және қай жерге бара жатсыз, А нүктесінен Б нүктесіне аман есен жетуіңіз ең басты мұратыңыз болу керек. Сіз жолда жүрген кезде басқа жүргізушілерге жол ережесін үйретемін деп әуре болмаңыз. Сіз өзіңізге жауап беріңіз. Сіз жол ережесін сақтаңыз, өзіңіз ешкімнің жолын кеспеңіз, және сіздің жолыңызды кесіп қазір жол бермей жатса, сіз жол беріп өткізе салыңыз. Одан сіздің ештеңеңіз кетпейді. Ал егер сіз сол жерде жол бермей жоқ деп былайынан соқтығысып қалсаңыз, онда сіз көп уақытыңызды жоғалтасыз. Жолда асықпау керек. Асыққан адам жолда қателік жасайды. Қобалжымау керек. Қобалжысаңыз да бір қателікке ұрынасыз. Кішкене қателік жіберсеңіз, байқамай жаңағы ережені бұзып, жол көлік оқиғасы орын алуы мүмкін. Қобалжымаңыз, асықпаңыз. Бастапқы уақытта міндетті түрде осы мен айтқан кеңестерді қолданыңыз. Енді көлікте міндетті түрде болу керек жабдықтарды бастапқы уақытта мына жүргізушілер білмейді. Көлікте міндетті түрде не болу керек? Сізде мына алғашқы көмек көрсету қорабы болу керек. Яғни медпомощь, аптечка. Алғашқы көмек көрсету үшін сізге аптечка болу керек. Содан кейін огнетушитель болу керек, өрт сөндіру құралы. Ол да міндетті түрде керек. Сізге көлігіңізде бір өрт боқпаса, басқа көлікте өрт боқпаса, міндетті түрде ереже бойынша керек. Аптечка, огнетушитель және апаттық жол белгісі. Осы үшеуі міндетті түрде керек. Және сіз жолда жүрген кезде, егер сіздің дөңгелегіңіз жарылып қалған болса, сізге запастыққа керек, яғни артық дөңгелек. Одан кейін дөңгелекті ауыстыратын кілт, сосын домкрат көлікті көтеретін. Осы үшеуі міндетті түрде сізге керек. Сіз себебі жолда жүрген кезде дөңгелегіңіз жарылып қалса, сол кішкене дөңгелегіңіз жарылып қалған кезде, я кілтіңіз болмай, я запасыңыз болмайтын болса, сол жерде тұрасыз қалып. Ал барлығы болатын болса, ауыстырып кете бересіз ары қарай. Ол сізге үлкен көмек болады. Міндетті түрде, тем более алыс жолға шығатын болсаңыз, ол міндетті түрде керек. Қаланың ішінде де керек. Құрметті оқырмандар, біздің қазақша пайдалы контентті қолдаңыздар. Біздің каналдан бұдан да көп пайдалы ақпарат білесіздер. Осы кеңестерді жазып қолдансаңыз, сіз бір жылдан кейін сауатты, білікті, баспен жұмыс істейтін жүргізуші боласыз. Құрметті оқырман, айта кетейін, жүргізуші ол мына миымен жұмыс істейді. Мына көлікті құлағында ойнап жүргізіп үйренген 15 жасар бала, ол әрине ереже білмейді. Оның қаншалықты көлікте құлағында ойнаса да, ол қауіпті жүргізуші. Сол себептен мен сізге айтам, баспен жұмыс істейтін жүргізуші ол ең қауіпсіз жүргізуші.